Қазір мынау миссион макина деген Түркияда кілем жууш оборудованиялары осы заводтың біз Қазақстанда және бүкіл СНГ мемлекеттерінде официальный представителіміз, официальный дистрибьюторымыз. Жәке мына қараңыз, көбісі мынандай сұрақ қояды, неге миссион макина неге қымбат? Мына Жәкең өзі Жанболат деген жігіт Сарыағаштан өзі кілем жуады. Келіп мына бізден оборудование алып жатыр. Мына оборудование 4 метрлік 10 щеткалық оборудование кілем жуатын конвейерный машина алып жатыр. Мына өзі өз көзімен келіп көріп, біз алуына көмектесіп, жолын бәрін, растаможкасы бәр жағынан айтатын немізді бөлісіп жатырмыз. Жәке, енді қараңыз, кеше конвейер түсірдік, бүгін центрифугаға тоқталып өтейік. Неге бұл қымбат? Біріншіден металлын көруге болады мына жерде. Қалың. Өте қалыңдығы. Одан кейін мынау оцинковка, шірімейді. Подшипниктердің қандай мощындығы. Мынау кішкентай центрифуга. Бұл ең кішкентай центрифугасы. 8 два, по-моему, несі. 18. Одан кейін есік автоматически өзі ашылады. Пневма. Пневма. Пневманың қандай үлкендігінде көріпсіз. Ашылады, жабылады. Өзі ашылады, өзі жабылады. Жұмыс істеп тұрған кезде есік ашылып кетпеу үшін автоматически блокировкасы бар. Одан кейін барып арт жағы, бұны басқа центрифугадан көрсек, артында полноценный тормозы бар. Кәдімгі машинаның дискі сияқты. Мынау сатылып қойған. Mitsubishi нелер. Мына қолданған бүкіл нелердің бәрі көріп тұрсыз. Mitsubishi. Одан кейін Schneider. Японский тоже. Бәрі японский. Panasonic бұны. Panasonic, Schneider. Schneider, по-моему, германский olur. Немецкий, японский бағана запчастардың бәрі. Сондықтан бұның бағасы қымбат. Мына пыльбивальное оборудование. Шаң қағады. Аша білесіз бе? Төрт. Үстінде екеу, астында екеу. Бағана ұратын несі. Çalıştır abi. Duruyor. Bundan duruyor. Tamam. Aslında şaş kıldı тазалайтын щеткасы. Buradan kілем o жерден беріледі, үстінен алынады. Енді ары қарай центрифуганы көрсетейік. Енді Түркиядағы ең үлкен заводтардан мына центрифуганың артында диск бар, тура машинаның дөңгелегінде дейді. Мынау диск. Центрифуганың атасы бар. Енді ол жерде колодка бар, мына колодканы көрсетейін. Тормозной колодка. Мотор. Моторын көрсетейік, мына двигатель астында болады. Жәке, сіз қаса тұрыңыз, белгілі болсын. Қандай үлкен екен. Сіздің бой неше метр? Бой неше? 1.90. 1.90. Мынау где-то 1.75 қой? Подшипник көрсек. Есігі міне. Қолды былай ұстаңызшы. 20. Мәдәғыр 40 мен өз қолым. Полностью нержавейка. Мына есікте топша бар. 4 топша бар. Нержавейка. Есікті. Мынау 48-лік. 4 метр. Қасына тұрыңызшы, Жәке, мына жерге тұрыңызшы. Кәдімгі үлкен. Мен қолмен өте аламайдым. Реверс бәрі бар. Реверс бар, артқа қарай өзі айналдырады. Бірақ қана кнопканы басамыз, өзі есік жабады. Тоқтаған кезде есікті өзі ашады. Пневманың ішінде бағана су тимесін не болмасын деп защита жасап қойған. Бәрі оцинкованы. Полностью оцинкованы. Металдың қалыңдығын көрсетейін. Барабандарды қалай жасалатынын көрсетейік.
полностью нержавейка. Мына бағанағы қалыңдығы қандай. Қалыңдығы қарасаңшы. Мына кішкентай барабан ғой, ең кішкентай барабан. Кальцолар ғой енді. Кальцолар. Маған барабан жарылып кетпесін деп жасалатын нәрсе. Hoş bulduk. Motorların бәрі всегда астыда болады. Мына жерде де диск бар. Мына колодкаларын көрсетейін. Мына колодка. Мысалы мынау қанша дөңес, бірақ двигательдің өзі Ең кішкентай центрифугасы мынау. Мына жерге компрессор қосылады. 5,5 Мынау 5,5 киловатт. Ең кішкентай центрифуганың өзі. Тормозной диск, артқы подшипнигі, плавающий подшипник. Мынау тормоз жұмыс істеген кезде мына жерде зажимать етеді мынаны. Тоже пневма. Пневмамен тормозды қысады. 4 секундта центрифуга тоқтайды. 3 ремень. Bu ayakta 3 ремень болады. Мынаның бәрі запчастары бағана. балдар. Осындай. О, барабан. Барабандарды көруге болады. Қалың ішіп қойып тұрғын мұны. Қалың. Қалың да? 4 мм ма? Сондай ғой. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Полностью барлық запчастар осы жерде жасалады. Сыртта жасалмайды. Деге енді өз ойыңызды айтып жіберсеңіз, қалай сапа жағы? Сапа жағы енді өте жоғары. Көзбен көрген басқаша, естіген басқаша. Біз өзіміз келіп көрдік міне. Құдайға шүкір өте көңілден шығып жатыр. Алдайтын ештеңе жоқ. Баға не үшін қымбат болғанын Баға енді түсініп отырсыз ба? өзінің запчастарына қарай, қолданылған затына қарай қымбат. Материал. Болады арзан алуға да, бірақ қымбат та бар, арзан да бар. Қойшы, өзің білесің қай жаққа баратынын. Иә. Жақсы. Рахмет.